Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Осы сабақта біз сіздермен веб-сайтқа тіркелу жүйесін жасайтын боламыз. Оны жасау үшін біз PHP бағдарламалау тілін қолданамыз. Және де бүгін сол мақсатқа жету үшін мен XAMPP деген программасын қолданамын. Енді осы программа жайында айтатын болсақ, бұл программа сізге компьютеріңізде локалды хостинг жасауға мүмкіндік береді. Ал енді осы программадан бастайық. Алдымен сіз бұл программаны интернеттен тегін жүктеп және оны компьютеріңізге орнатсаңыз болады. Содан кейін оның ешқандай қиындығы жоқ. Оны қосу үшін старт батырмаларын бассаңыз, мына жерде Apache және бізге керегі MySQL SUBD дейді, система управления базами данных. Осы екеуі жасыл болып жанғаны бізге керек. Егер екеуі жасыл болып жанса, демек ол екі программада бізде дұрыс істеп тұр деген сөз. Ал енді келесі нәрсе ол сіз осы XAMPP орнатқаннан кейін сіздің C дискіңізде осы XAMPP-тың папкасы пайда болу керек. Сол директорияға өтсеңіз, міне XAMPP деген папкаға кіріп, ішінде htdocs папкасын табасыз. Сол htdocs-тың ішінде барлық сіздің файлдарыңыз сақталатын болады. Барлық сіздің PHP файлдарыңыз, HTML, жаңағы сіздің жасап жатқан веб-сайтыңыздың файлдарының бәрі осы папкада болады. Енді осы видеоға арнайы мен бір папка ашайын. Оның атын Videos деп қояйын. Videos. Енді осы папканың ішінде мен екі файл жасаймын. Алдымен текстік мәтіндік файл жасаймын және оны PHP файлы ретінде сақтап аламын. Ол үшін мен текстік мәтіндік документімді аштым. Енді оны save as. Алдымен бұны мен бірінші файлды index PHP форматын таңдаймын. PHP түрі таңдаймын. Сол index PHP файл болады бұл. Және екінші тағы бір файл. Оны да PHP форматында сақтаймын. Сонымен екінші файл менде register, демек регистрация немесе тіркелу, PHP. Register PHP. Сонымен мен екі файл жасадым. Біреуі index PHP, екіншісі register PHP. Мінекей менің папкам. Мына файлды алып тастасақ болады, оның қажеті жоқ. Енді біздің келесі қадам ол бізге алдымен тіркелу формасын жасауымыз керек. Ол үшін мен index PHP файлын ашып, оны кез келген мәтіндік редактор арқылы ашып, оның ішіне код жаза берсеңіз болады. Мен ішіне HTML кодын жазам қазір.
кесте жасайын. Сол кестенің ішінде мен бағаналар мен жолдар қосайын. tr дегеніміз table row демек жол, ал td деген table data, ол біздің бағана секілді. Сонымен менде жаңағы тіркелуші адамның есімі болады және оның құпия сөзі болады. Және де тағы бір нәрсе қоссақ болады, мысалға оның мекен жайы болсын. Ал енді username демек бұл есімі болады тіркелуші адамның. Келесі password, ол жаңағы құпия сөзі болады. Және адрес демек ол мекен жайы. Енді осыны бір сақтап алып браузер арқылы ашып көрейік осы файлды. Ол файлды ашу үшін біз браузерге, бұл локалды хостинг болғандықтан localhost деп жазуымыз қажет. Содан кейін біз папканың атын жазу керек. Демек ол videos, және файлдың атын index.php. Enter'ді басып көреміз. Сонымен мінекей шықты. Біздің username, password және адрес. Енді бұл жерде кішкене өзгертейік. Демек мына жерде мен кішкене CSS-тан стильдерді қосып жүрейін. Кестеге андай айналасын белгілеп алдым. Демек кестемді қоршауға алдым. Және мынау table tr, оны да слай жасақ болады. Келесі енді бізге қажетті нәрсе ол
сыртына мінекей мына мен Notepad++ мәтіндік редакторын қолданам, және оның жақсы жері, егер сіз мені баста ашушы тегті қойсаңыз, онда оның жабылатын жағы да көрсетеді, аяқталатын жағы да көрсетіледі. Енді мен қазір осы кестені бір form деген тегтің ішіне аламын. Form және де action параметрларын қосам. Action және метод параметрларын қосам. Actionның ішіне register.php файлын қоям, ал методқа post деп жазамын. Бұл екі параметрді мен сізге кішкене кеңірек түсіндіремін. Енді келесі нәрсе ол біз мына жерге username-нің астына input тегін қосамыз. Input type text name. Демек, осы тегке есім береміз. Есімін user name деп жазайын. Және де паспорттың астына да тура осылай жазу керек. Мынаны мен әшейін көшіріп мына жерге қоя салсам болады. Бірақ бұл жерде текст емес, type password болады. Және name'ді мен pass деп жаза салам, қысқартып. Енді адреске де солай. Адреске type text name addr деп жаза салам. Енді келесі маған тағы бір осындай бағана қосу керек. Оны мен былай жасайым. Жазуды алып тастайым. Және мына жерде type submit name register btn деп және value. Бұл мен қазір батырманы жасап жатырмын. Value бізде тіркелу деп жазып қояйық. Енді сақтап браузер арқылы ашып көрейік. Мінекей осындай бізде форма пайда болды. Енді форманы мен мына жерде аштым, форма тегін. Бірақ енді маған мен оны жапқан жоқпын. Оны жабу үшін мен жабылатын table тегінен кейін жазсам болады. Form мінекей. Енді менде form ашылатын және жабушы тег, формды жабатын тег бар. Келесі нәрсе менде ол файлымызды сақтап алайық. Енді маңызды бір нәрсе ол бізге кесте жасау керек. Кестені жасау үшін мен MySQL-ның админ батырмасына басам.
бізді phpMyAdmin жүйесіне бағыттап жібереді. Қазір біз мына жерде пользователь дейді. Негізі ол root болады әрқашанда. Егер сіз өзіңіз ауыстырмасаңыз, және құпия сөз, пароль егер өзіңіз қоймаған болмасаңыз, онда пароль болмау керек. Қабылдамай жатыр, демек мен бұл жерде парольді ауыстырған болатын. Қазір мен бұл парольді табу үшін маған 1 секунд. Тағы рет сәлеметсіздер ме? Мен өзімнің құпия сөзімді тауып, оны қайтадан өзгертіп алып тастадым. Енді келесі біз келесі қадам тағы қайтадан мына localhost phpMyAdmin ашып көрейік. Ол үшін мен браузердің ішінде жаңадан localhost phpMyAdmin деп жазып Enter'ді бассам, мына жақта бізде қайтадан жүйеге бағыттайтын болады біздің XAMPP бағдарламамыз. Енді келесі мінекей парольді енгізбеймін. Пользователь root вперед. Мінекей осымен мынау біздің субд, демек система управления базами данных, мәлімет базасын басқару жүйесі. Енді осы видео сабаққа арнайы бір мәлімет базасын жасайын. Оның атын видео туториал деп қояйын. Создать. Мәлімет базасы жасалды. Көріп тұрсыз, видео туториал сол жақта. Енді соны бассам, оның ішінде жаңа кесте жасауға болады. Мен кестенің атын users деп қояйын. Демек жаңағы сайттың қолданушылары, мысалға. Енді келесі алға, вперед. Количество столбцов 4 болып қалды. Енді мына жерге біз мына кестені жасау үшін мына бір кестенің арнайы кесте жасауға арналған толтыратын жердің бәрін толтыру керек. Мысалға user ID болады менде бірінші. Ол primary key, демек негізгі кілт. Бұл жерде мен AI деген жерге галочка қоям, өткені бұл AI дегеніміз автоинкремент, демек ол және индексі primary деп қоям. Демек бұл primary key, основной негізгі кілт болады. Осы user ID ол үлкейіп отырады. Әрбір жаңа user тіркелген кезде, әрбір жаңа адам тіркелген кезде оның ID өсіп отырады. 1, 2, 3 деген сияқты солай кете береді. Келесі username. Username-ге мен username-ге varchar деген мәлімет түрін таңдаймын. Және ұзындығын 30 деп жазсақ болады. Келесі password. Оны да varchar деп қояйын. Бұның да ұзындығы 30 болсын. Келесі соңғысы адрес. Адрес бұл да varchar бола берсін. Varchar немесе
set text деп қойсақ та болады. 30 деп жазайық бұнда. Қалған жерлерді толтырмасаңыз да болады, қажеті жоқ. Ең бастысы мына жерге галочка қою және индексті primary деп қойсаңыз бәрі дұрыс болады. Енді келесі сақтаймыз. Қазір компьютер баяу жұмыс істеп жатыр, сол себепті кішкене. Ал міне, егер мынау менің видео tutorials мәлімет базамда мен users деген кесте пайда болды. Егер оны бассам, осындай жазу шығады, вернула пустой результат деп. Структурасын көрсеңіз болады оның. Әзірше бізде ешқандай мәлімет жазылмаған кестеге, сол себепті біздің кесте бос, оның ішінде ештеңе жоқ. Сол енді жазу үшін біз кодымызға барамыз қайта. Мінекей біздің index.php кодымыз. Енді register.php кодымызды ашамыз. Кешіріңіз, код емес, файлымызды ашамыз. Енді register.php файлымыздың ішіне PHP кодын жазу керек. PHP естеріңізде болса осылай басталады. Мынандай үлкен кіші белгісі және сұрақ белгісі, содан кейін PHP сөзі, содан кейін сұрақ белгісі қайтадан және үлкен белгісі. Сонымен енді біз не істейміз? Келесі біздің қадам ол мынау батырман басқан кезде тексеруіміз қажет. Осыны басқан кезде мына жерге енгізілген сөздердің бәрі жаңағы кестеге жазылуы керек. Оны жасау үшін біз шарт жазамыз. If демек, if is set $post. Енді посттың ішіне мен жаңағы батырманың атын жазам. Батырманың аты, мен index.php файлына барсаңыз, мынау менің батырмам. Value тіркелу деген ол батырмада қандай сөз жазылу керек. Мысалы, тіркелу деп жазсаңыз, valueға көріп тұрсыз, тіркелу сол батырмаға жазылатын болады. Ал енді маған бірақ оның аты керек. Батырманың аты, name. Осы атын мен көшіріп, мынаның ішіне қоямын. Соны if is set post register btn. То есть демек, мынау батырманың аты. Енді мен айнымалыларды жазам. Бірінші айнымалы маған user және юзерге мен мән берем. Ол юзерге юзернеймнің мәнін берем. Ол әрине пост айнымалысы арқылы жасалады. Бұл юзерге юзер мәнін беру үшін мен посттың ішіне енді юзернеймнің атын жазам. Мінекей мынау менің input type тегім. Бұл тег мінекей мынау. Мына жердегі мен жазып жатырмын ғой. Осы мәтіндік текст жазатын полеге, осы поленің аты ол username. Енді осы username-ді мен сақтап мына жерге жазам. Енді тура осы нәрсені мен қалғандарына жасауым керек. Паспорт пен адреске. Демек, мынау әшен көшіріп алайын. Енді мына жерге
деп жазып қоямын. Пастың атын қарайық енді. Пастың аты пас екен. Көшіреміз мына жерге, оны жазамыз. Және де балалар, көрермендер, мынау айнымалының аты міндетті емес, мынау оның ана формадағы атына сай болу. Оны сіз басқа ат қойсаңыз да болады. Мысалы user pass деп қойсаңыз да ол ештеңе одан өзгермейді. Келесі адрестің аты other, соны жазып қояйық. Other, мына жерге user other деп қояйық. User other. Ал енді біз батырманы басқан кезде мына демек мына жерге сіз не енгізсеңіз де осының барлығы, осы мәліметтің барлығы мынау юзернеймға енгізген мысал мәліметіңіз ол мынау user деген айнымалға барып жазылады. Келесі мынау жазған құпия сөзіңіз барып мынау user pass айнымалысына барып жазылады. Одан кейін адрес, енгізген адресіңіз user адрес айнымалысына барып жазылады. Енді келесі нәрсе ол біз орысша айтқанда запрос, сол запрос жасауымыз керек, query. Оны жасау үшін мен алдымен query деген айнымалысын жазып аламын. Содан кейін MySQL query деген осы кіріктірілген бұл функция деп айтсам болады осы PHP тілінде. MySQL query және ішіне жазамын. Insert into қас 1 секунд. Сонымен мына жерге запрос жазамыз. Insert into деген intoдан кейін біз кестенің атын жазуымыз керек. Кестенің аты бізде users. Сонымен insert into users. Сосын values. Енді users деген жерде мынандай екі жақша аштым. Бір жақша аштым және оның ішіне енді біз жазуымыз керек бағаналардың аттарын. Username, password, address дегендерді. Соны жазамыз. Дәлме-дәл жазу қажет. Өйткені қате кетсе ол жазылмай қалады. Username, password, address тура кестеде қалай жазылған мына жерде солай жазу қажет. Мен тағы тексеріп шығамыз. Username, password, address дәл солай жазылды. Дұрыс. Енді values'тың ішіне мен мына айнымалыларымды жазамын. Бірінші айнымалы user, көшіріп мына жерге қоя саламын. Екінші айнымалы user pass, демек user password, құпия сөз. Үшінші айнымалы user address, оны осы жерге қоямын. Мінекей. Енді біздің запрос жазылды. Енді біз осы запрос орындалын орындалмауын
тексеру үшін тағы бір шарт жазамыз. Ол үшін былай жазсақ болады: if query тексереміз. Егер осы орындалған болса, онда біз экранға бір жазу шығаратын боламыз. JavaScript арқылы шығарсақ болады. Alert латын тілмен жаза берейін. Сіз тіркелдіңіз. Сіз тіркелдіңіз деп жазып қояйық. Енді осыны сақтайық. Енді келесі нәрсе бізге қажетті, ол біз байланыстыруымыз керек. Біздің осы файлымызды және біздің осы мәлімет базамызды. Оны байланыстыру үшін бізде арнайы функция бар. MySQL Connect деген. Ол функцияны сонымен MySQL Connect функциясын шақырамыз. Және бұл функцияда 3 параметр болады. Біріншісі, біз бұл жүйені локалды хостингте жасап жатқандықтан, демек осы компьютеріміз өзіміздің компьютерде жасап жатқандықтан, біз бірінші хостингтің атын жазуымыз керек. Демек ол local host. Екінші, usernamес, біз естеріңізде болса, жүйеге кірген кезде MySQL жаңа phpMyAdminға бізде root болды, және құпия сөз үшінші, ол ештеңе жазбаймыз, өйткені бізде құпия сөз болған жоқ. Келесі біздің жазатын нәрсе, ол енді біз мәлімет базасын таңдауымыз керек. Ол үшін MySQL select db, демек database-ті жазамыз. Енді бұл функцияның ішіне біз мәлімет базаның атын жазуымыз керек. Мәлімет базаның аты бізде video tutorial. Соны жазайық. Дәлме-дәл video tutorial. Енді бұны сақтаймыз. Болды. Енді тексерейік. Бәрі де жұмыс істеуі қажет. Алдымен бір рет мына жерді жаңартып алайық бетін. Енді жазу жазып көрейік. Мысалға Асан құпия сөз, бір құпия сөз жазайық. Адрес Қабанбай стрит болсын, мысалы. Қабанбай стрит 16 деп қояйық. Ал тіркелу батырмасын басайық. Егер оны басатын болсақ, мені бізге сіз тіркелдіңіз деген жазуы шықты. Окейді басып көрейік. Келесі мына жерге кіріп қарап көрейік. Енді мені users'ті тағы бір рет басып жаңартсақ, мені сіз көріп тұрғандай, мені user ID Асан жазылды, оның құпия сөзі және адресі де жазылды. Мені тағы рет тексеріп көрсек болады. Енді тағы бір мысал тест. Темірлан құпия сөз. Бөгенбай деп қояйық. Бөгенбай 17 болсын. Ал тіркелуді басамыз. Тіркелуді бассақ, сіз тіркелдіңіз деген біздің мәтін шықты. Енді мынаны жаңартсақ, обновиттің басып жаңартатын болсақ, мінекей екінші мәлімет тіркелді біздің.
жария сөзі және адрес. Ал мінекей тағы бір рет, міне сіз көріп тұрғандай код өте былайша айтқанда қысқа, көп емес жазатын нәрсе. Міне біз жасағанымыз екі ғана файл. Міне біріншісі ол HTML файл, body, міне және форма. Міне бастысы біздің осы форма болды. Бұл форма бізде мінекей мына форманы жасау үшін біз мына кодты жаздық. Сонан кейін енді осы формамен дағы мәліметтерді алып, оны кестеге және мәлімет базасына жазу үшін біз мына кодты жаздық. PHP код. Жалпы осы. Егер түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрақтарыңыз болса,